Құпия мекемеде археолог Харви Салливан бастаған топ теңіз арқылы жүк кемесімен әкелінген өте құнды жүктің жеткізілуін күтеді. Қораптар тікұшақпен алаңға ұшып, далада қалдырылады. Харви өзінің кеңесшісі доктор Слейтермен бірге жүктің жағдайын тексеру үшін қауіпсіздік тобын жібереді. Олар қораптың саңлауынан қарағанда ішінде қатты тыпырлап жатқан бірнеше үлкен құсты көреді. Оларды тыныштандыру үшін күзетшілердің бірі Дейл тыныштандыратын дарт сатады. Құстар есінен танып қалады. Қауіп өтті деп ойлаған Харви қорапты ашып, құстарды өз жеріне апаруды бұйырады. Бірақ сол кезде күзетші құстардың бірінің көзін қозғалтқанын байқайды. Реакция жасауға уақыт болмай, күзетші мойнынан шабуылға ұшырайды. Дейл және командасының қалған бөлігі құсты қорапқа қайтару үшін қолдан келгенді істейді. 6 айдан кейін құс маманы Китстерн Техас штатына сирек кездесетін бүркіт түрін іздеп барады. Жанармай құйып, джипін толтырған соң, ол табиғатты зерттеуге шығады. Ол алып құстың бар екенін білмейді. Кабинетке келген бойда жүгін тастап, орманға кетеді. Кездестірген жануарларды камерасымен жазып алады. Сол уақытта қызы, Мэтти әкесіне қоңырау шалып, бірнеше күннен бері хабар алмағанына алаңдайды. Бірақ Кит қоңырауға жауап бермей, құстарды іздеуді жалғастырады. Ол орманның электр қоршауларымен қорғалған бөлігіне тап болады. Қауіпсіздік белгісіне қарамастан, Кит рюкзагын қоршау арқылы лақтырып, бір ағаштан екіншісіне секіреді. Ол бұл жердің Харви Салливанға тиесілі екенін және онда бірнеше алып құстың жүргенін білмейді. Орманды зерттеуді жалғастырып, белгісіз жыртқыш жеп қойған жануардың бас сүйегін табады. Бұны күдікті деп санап, бірден қатты ақырықты естиді және оның қайдан шыққанын тексеруге барады. Осы уақытта Харви зертханасына доктор Слейтермен зерттеуі туралы сөйлесуге келеді. Ол тарихқа дейінгі құстарды шөл аралынан тауып, олардың түрін сақтау үшін жұмыртқаларды өсіріп жатыр. Бірақ доктор балапандардың өліп жатқанын айтады. Себебі жұмыртқалар бактериялармен ластанған, ал құстардың бұл аралда оқшаулануына байланысты балапандардың топырақтағы бактерияларға қарсылығы жоқ. Олардың ешқайсысы аман қалмауы мүмкін. Харви ашуланып, докторға шешім табуды айтады. Өйткені ол бұл жобаға көп уақыт пен ақша жұмсаған. Жақын жерде Дейл және оның әріптесі Рассел бастықтар үшін жеткізілімді жинап жатқанда, электр қоршауының арғы жағынан біреудің айқайлағанын естиді. Олар иығында жарақаты бар Киттің үмітсіз жүгіріп келе жатқанын көреді. Жарақат жануардың тырнағынан болған сияқты. Кит көмек сұрайды. Дейл қақпаны ашпақ болады, бірақ ол құлыптаулы кілттер бастықта. Дейл Расселді мылтық алып, құлыпты бұзуға жібереді. Бірақ кеш болады. Құс Китті жерге құлатып, бір соққымен басын жұлып алады. Осы қайғылы оқиғадан кейін екеуі Харвиге айтуға барады. Харви қауіпсіздіктің бұзылуына ашуланады. Одан да жаманы, бұл бірінші рет емес. Олар бұны тез жасырудың жолын ойластыруы керек. Бірақ доктор Слейтер бұған қарсы. Ол билікке хабарлау керек дейді, өйткені кінәсіз адам құстардың кесірінен мерт болды. Харви мұны істемейтінін айтады, себебі үкімет құстар туралы білсе, оларды тартып алады. Ол адамдарын Киттің денесін алып, жол апатын ұйымдастыруға жібереді. Доктор бұл ойды қабылдамай, ақыры жұмысын тастап, кетуге шешім қабылдайды. Харвиге бұл ұнамайды, бірақ қызметкерлеріне докторды үйіне қайтару үшін көлікті дайындауды айтады. Барлық жүгін жинап алған соң, доктор Слейтер Дейлмен кездеседі. Дейл оған кілтті беріп, жобадан кету туралы ойын қайта қарағаны дұрыс екенін айтады. Бірақ доктор шешімді болады. Доктор Слейтер көлікке отырады, бірақ көлікті оталдырмақ болғанда ол істемейді. Оның бағына орай, Харви Дейлге көлікті бұзуды және алып құстарды босатып жіберуді бұйырады. Құстар доктор Слейтерді бірнеше секундта жейді. Алыста, университеттегі бөлмеде Мэтти әкесіне қоңырау шалып жатады, бірақ ол жауап бермейді. Бірдеңе болды ма деп алаңдаған Мэтти әкесінің ұялы телефонын GPS арқылы табу үшін жолға шығады. Оның бөлмелесі Пейдж бірге баруды ұйғарады, бірақ алдымен досы Брэд пен Мэттидің бұрынғы жігіті Джастинді шақырады. Мэттиге бұл идея ұнамайды, бірақ Пейдж мұны екеуінің әлі де бір-біріне сезімі бар деп ойлап, олардың татуласуына мүмкіндік беру үшін жасайды. Кейін Брэд көлігімен келіп, екі досын алып кетеді, бірақ Джастин жаңа құрбысы Тейлормен бірге келеді. Пейдж сапардың онша жағымды болмайтынын түсінеді, бірақ бәрібір баруды шешеді. Бірнеше сағат жол жүрген соң топ жанармай бекетіне тоқтайды. Тейлор дәретханаға барады. Сол жерде мотоциклші Трент есімді жігіт оған сөз салады. Тейлор қорықпай, оны ауыр жерден ұрып жібереді. Осы кезде Мэтти бекет қызметкерінен әкесі Кит туралы сұрайды. Ол Мэттиге әкесінің осы маңдағы орманда кабинасы бар екенін айтады. Сол уақытта Дейл мен Рассел де көліктеріне жанармай құю үшін бекетке келеді. Олар әңгімені естіп, Мэттидің құстар өлтірген бөтен адамның қызы екенін түсінеді. Олар дереу Харвиге хабарласып, ол өз адамдарына Мэтти мен оның достары жерге жақындаса, олардан құтылуды бұйырады.
Бірнеше минуттан кейін топ бекеттен шығып кетеді. Трент Тейлордан алған соққыдан әлі ауырып, сыртта пайда болады. Ол кек алмақшы болып, бекет қызметкерінен топтың қайда кеткенін сұрайды. Тейлордың дәретханада ұялы телефонын ұмытып кеткенін айтып, қызметкерді алдап, олардың шығысқа қарай кеткенін біледі. Трент асығыс олардың соңынан шығады, кейін топ кабинаға жетеді. Мэтти ипсті іске қосқанда әкесінің 12 шақырым жерде екенін көреді. Топ орманға кіріп, ұзақ жүргеннен кейін демалуға тоқтайды. Джастин осы сәтті пайдаланып, бұрынғы құрбысы Мэттиге жақындап, неге ажырасқанын сұрайды. Мэтти шындықты айтпақ болады, бірақ Тейлор келіп, әңгімені бөлген соң, Мэтти екеуін жалғыз қалдыруды шешеді. Демалған соң, топ жолын жалғастырады. Бірақ жолда үлкен көл кездеседі. Ағаштардың бірінен Мэтти әкесінің сағатын тауып, ең жаман нәрседен қорқады. Ол көлді кесіп өту керек дейді. Тейлор бас тартады, бірақ топтың қалған бөлігі, соның ішінде Джастин Мэттиге еріп баруды шешкенде, ол да бірге жүреді. Бесеуі көлді кесіп өтіп, екінші жағаға жетуге аз қалғанда Тейлор аяғын бірдеңе ұстады деп айғайлайды. Джастин оны судан шығарады, бірақ мұқият қарағанда Тейлордың жай таяқтан қорыққаны белгілі болады. Осы ұятты сәттен кейін топ орманда тыныштықпен жүруді жалғастырады. Кабинетке қайта оралсақ, Трент жетіп, Тейлордан кек алмақ болады. Олардың көлігін тексеріп жүріп, жүргізуші орындығындағы iPad'ты көріп, ұрламақ болады. Бірақ терезені таспен сындырмақ болғанда, тас кері ұшып, оның басына тиеді де, Трент есінен танып құлайды. Кабинетте не болып жатқанын білмей, топ китті іздеуді жалғастырады. Олар жолдарын электр қоршау бөгегенін көреді. Қауіптенбеу үшін басқа жол іздейді. Ақыры күзетші тұрған кіреберісті табады. Мэтти көмек сұрайды, бірақ күзетші мылтығын көтеріп, олардың жеке меншікке басып кіренін ескертеді. Джастин Мэттиның алдына шығып, тек Мэттиның жоғалған әкесін іздеп жүргендерін айтады. Күзетші топты күтуге мәжбүрлейді және Харвиге ескертеді. Харви мұны мәселені бір жола шешу мүмкіндігі деп санайды. Ол топты жерге кіргізеді. Ұзақ жүргеннен кейін Мэтти және басқалар биіктігі 2 метрден асатын қақпаға тап болады. Мэтти бұны күдікті деп санайды, өйткені қақпа бірдеңе үлкен нәрсенің шығып кетуіне жол бермеу үшін салынған сияқты. Ол кері қайтуды шешеді, бірақ кенет Тейлор тыныштандыратын дартспен атылады. Көп ұзамай Дейл мен Рассел мылтықтармен пайда болып, жастарға оқ ата бастайды. Топ қашуға тырысады, бірақ тыныштандырғыш дартстармен құлатылады. Бірнеше минуттан кейін оларды және кабина маңынан табылған Трентті көлікке салып әкетеді. Трент оянғанда ол жалдамалылардың әңгімесін естиді. Рассел көлік есігін ашқанда Трент оны итеріп қашуға тырысады. Бірақ Дейл оны тағы бір атудың көмегімен оңай құлатады. Трент қайтадан есінен танып қалады. Кейін бүкіл топ орманның ортасында оянады. Олар қайда екендерін және неге шабуылға ұшырағанын білмейді. Мэтти жердегі іздерді байқайды және олардың әкесінікі екеніне сенеді, яғни олар әлі де жердің ішінде. Сонымен қатар, балшықтағы тағы бір ізді көреді, бірақ бұл жолы ол белгісіз, үлкен жаратылыстың ізіне ұқсайды. Тұзаққа түсті деп қорыққан топ шығатын жол іздейді, бірақ орманның соңы жоқ сияқты. Ақыры олар үлкен ашық алқапқа шығады. Бұл жерде Тренттің мазасы кетеді, өйткені олар ашық жерде оңай нысана болады. Бред бәріне сабыр сақтауды айтады, бірақ Трент үрейленіп, жалғыз ағаштар арасына қашып кетеді. Топ оны кері шақыруға тырысады, бірақ ол алып құспен бетпе-бет келіп, құс оның басын бірден жейді. Көп ұзамай екінші алып құс пайда болады. Пейдж қорқып, жалғыз қашады, құс оның соңынан түседі. Мэтти досына көмектескісі келеді, бірақ Джастин, Тейлор және Брэдпен бірге басқа жолмен қашуға мәжбүр болады. Пейдж құлатты ағаштың астына тығылып, қашуды жалғастырады. Кенет бәрі тыныш болады. Ол жолдың қауіпсіз екенін тексермек болады, бірақ құс күтпеген жерден шабуыл жасап, оның басын тесіп өтеді. Пейджде қарсылық көрсетуге мүмкіндік болмайды. Оның не болғанын білмей, топ үлкен ағаштары бар алқапқа жеткенше қашады. Олар екі-екіден бөлінеді. Тейлор мен Брэд бір ағашқа өрмелейді. Джастин мен Мэтти екінші ағашқа шығады. Бірақ Мэттидің кезегі келгенде құс қайта пайда болып, оның аяғына шабуыл жасайды. Бақытына Джастин оны тартып алып, төртеуі құс кеткенше ағашта күтеді. Мэттидің жарақаты ойлағаннан ауыр, Джастин тез арада импровизацияланған таңғыш жасайды. Тейлорға жігітінің бұрынғы құрбысымен бірге болғаны ұнамайды және әңгімені басқа жаққа бұру үшін олардың қандай жаратылыс екенін сұрайды. Мэтти бұлардың мыңдаған жылдар бұрын өмір сүрген, жойылды деп есептелген, террор құстары деп аталатын етқоректі тарихқа дейінгі құстар екенін айтады. Қауіп алдында топ ағашта біраз уақыт шыдап, жол ашылуын күтеді. Бірақ құстардың бірі қайта оралып, Пейдждің көзілдірігін түсіріп, оның қайғылы тағдырын көрсетеді. Досының өліміне қайғырып, Мэтти және басқалар үнсіз, құстың тезірек кетуін күтеді. Алайда Тейлор шыдамсызданып, құсты ашуландырып, оны қоздырады.
ашулы құс ағашқа өрмелеуге тырысады. Камералар арқылы бәрін бақылап отырған Харви енді қиындық тудырмас үшін топты аяқтауды бұйырады. Дейн мен Рассел бұйрықты орындап, оқиға орнына көлікпен барады. Олар мылтықтарын атып, құстарды қорқытып жібереді. Содан кейін топты ағаштан түсіп, берілуді талап етеді. Бәрі ашық алқаптың ортасында тұрып, құстардың жұмысты аяқтауын күтеді. Бірақ олар екі құстың артынан келе жатқанын байқамайды. Бірнеше секундта құстар Расселдің басын жейді. Дейл үрейленіп қашады. Бұл Метти мен топтың қалған бөлігіне көлікке жүгіріп, орманға қашуға мүмкіндік береді. Жолда топ құлыпталған қақпаға тап болады. Бақытына, кілттер көлікте болады. Джастин қақпаны ашу үшін шығады, бірақ оны жаппастан бұрын құстар қайтадан оған қарай жүгіреді. Топ құстардан құтылады, бірақ көлік бұзылып, олар қораның жанында тоқтайды. Джастин есікті ашу үшін кілт іздейді, бірақ ешбір кілт сәйкес келмейді. Құстардың жетіп келуіне аз уақыт қалғанын сезеді. Қорқыныштары расталып, құстар пайда болады. Бред темір таяқшаны алып, құбыжықтарға жалғыз қарсы тұрады. Ол бір соққы жасағанмен құс еш ауырсынуды сезбей, кері шабуылға дайындалады. Сол кезде Дейл мылтығымен пайда болады, бірақ алып құстармен бетпе-бет кездеседі. Біреуі оған қарай жүгіреді, екіншісі қора алдында Бредке шабуыл жасайды. Бред қайта соққы жасауға тырысады, бірақ құс шалт беріп, мойнына шұқып, жүрегіне өлімші соққы береді. Орманның басқа бөлігінде Дейл террор құсынан қашады. Ронды түрде құс оған тимейді, өйткені Дейл алдындағы электр қоршауын байқамай, соған соғылып, ток соғуынан өледі. Қорада Джастин ақыры дұрыс кілтті тауып, үшеуі ішке кіреді. Бірақ оларды Харви мылтықпен қарсы алады. Метти оны әкесін өлтірді деп айыптап, билікке хабарлайтынын айтады. Харви тек жойылып бара жатқан түрді сақтап, оларды қайта өсіруді мақсат еткенін айтады. Ол бәрін тез шешетінін және кедергі болғандарды жояды деп уәде береді. Осы кезде Метти қора қақпасын ашып, террор құстарын ішке жібереді. Харви құстарға оқ атады, бірақ нысанадан қалады. Құстар оған жүгіріп, тыныштандыруға тырысқанына қарамастан, оны жерге құлатып, ішін шұқып, басын жейді. Құстар тамақтанып жатқанда, Джастин қыздарға тез әрекет ету керектігін, әйтпесе олар келесі нысана болатынын айтады. Тейлор Харвидің үйіндегі телефонды пайдаланып көмек шақыруды ұсынады. Метти көмектің уақытында жете алмайтынына сенеді, бірақ Тейлор бәрібір үйге жүгіреді. Осының арқасында Джастин мен Метти қорада жасырынып, Харвидің құпия зертханасын табады. Олар есікті құлыптап, Джастин алғашқы көмек жинағын тауып, Меттидің жарақатын таңады. Метти барлығын осындай жағдайға түсірген үшін кешірім сұрайды. Джастин бұл оның кінәсі емес екенін айтып, онымен қайта кездескеніне қуанышты екенін және оны қайта жоғалтпауды ойлайтынын мойындайды. Дағдарыс сәтінде екеуі татуласады, бірақ құс зертхананы басып кіруге тырысып, бұл сәт түседі. Осы кезде Тейлор Харвидің үйіне жетеді, бірақ барлық есіктер құлыптаулы. Ол ағаштың артына тығылады, бақытына құс іздеуді тоқтатып кетеді. Бірақ қуануға ерте, өйткені Тейлор судан шыққан аш қолтырауынды көреді. Жыртқыш оған мейірімсіз шабуыл жасайды. Жақын маңда жеткізуші Харвидің үйіне тағы бір жүк әкеледі. Бірақ көліктің артқы есігін ашқан бойда террор құсы оны жейді. Енді Метти мен Джастин ғана тірі қалады. Метти террор құстары туралы Харвидің файлдарын қарайды. Оның жазбаларына сәйкес құстар Невада мен Чапара аралдарында табылған. Бұл аралдардың кішкентай болуына байланысты онда ешкім тұрмаған. Бұл тарихқа дейінгі құстардың тірі қалуына мүмкіндік берген. Олардың бар екені тек аңызда ғана айтылған. Харви ешкілерді жем ретінде пайдаланып, құстарды ұстап, өсіріп, планетаны қайта жандандыруды жоспарлаған. Бірақ жоспар сәтсіз болды. Енді түрдің соңғы жұбы жойылуы керек. Метти мен Джастин құстардың тағы да құрбан болуына жол бермеу үшін оларды жоюға келіседі. Олар Харвидің мәйіті жатқан жерге қару іздеп оралады. Сол сәтте террор құстарының бірі пайда болады. Метти ойланбастан тапаншаны алып, құсқа оқ жаудырады, құс жерге құлап өледі. Көп ұзамай екінші құс пайда болады, бірақ тапаншада оқ қалмағандықтан екеуі қашуға мәжбүр болады. Олар артқы есіктен шығып, Харвидің күзетшілерінің біріне тап болады. Күзетші бастығының қайда екенін сұрайды, бірақ жауап алуға үлгермей, алып құс қабырғаны бұзып, оған шабуыл жасап, толығымен жейді. Метти мен Джастин құстың назары басқа жақта екенін пайдаланып, құстың жете алмайтын биік қоймаға өрмелейді. Бірақ олар қашу жолын табуы керек. Джастин құсты ашуландыру үшін айғайлайды, содан кейін оның дауысын ұялы телефонына жазып, қайталап ойнатып, телефонын алысқа лақтыру идеясын ұсынады. Ол осылай істейді. Алғашында құс мән бермейді, бірақ кейін дауысқа алданып, соның соңынан кетеді. Метти мен Джастин Харвидің үйіне жүгіреді. Сол жерде жеткізушінің мәйітін және оның көлігін табады. Олар көлікке отырады, бірақ кілт таппайды. Джастин мәйіттің қалталарын іздейді, бірақ кілт табылмайды.
Құс қайта оралып, оларды көліктің ішінде құлыптауға мәжбүр етеді. Террор құс шыныны күшімен сындырады. Соққыдан күн қағардың үстіндегі кілттер төмен түседі. Джастин уақыт жоғалтпай, көлікті оталдырып, шығуға қарай зымырайды. Бірақ жолда берік қақпа бөгет болады. Екеуі тоқтап, көліктің ішінен пайдалы нәрсе іздейді. Жүктердің арасынан Мэтти жарылғыш заттарға толы қорап табады. Джастинде идея пайда болады. Бірнеше секундтан кейін алып құс пайда болады. Джастин көліктің артқы есіктерін ашып, құсты өзіне шабуыл жасауға итермелейді. Құс жемге түседі. Мэтти динамиттің жібін жағып, Джастинмен бірге көліктен қашады. Олар артқы есіктерді жауып, құсты ішке қамайды. Жарылыс құсты мыңдаған бөлшекке бөліп, жояды. Ақыры екеуі достарын жойған құбыжықтан құтылады. Джастин Мэттиді сүйіп, олардың қарым-қатынасы қайта жанданады. Бірақ олар орманның басқа бөлігінде бір жұмыртқаның жарылып, адам етін аңсайтын кішкентай террор құсының дүниеге келгенін білмейді.